Ғалымдардың айтуынша, қазіргі адамзат миллиондаған жылдарға созылған эволюция нәтижесінде қалыптасты. Ал осы видеода осы адам эволюциясы жайлы ең танымал 5 аңызды атап көрсетеміз. Ежелгі адамдар терге оранып, қолдарына ағаш шоқпар ұстап жүрген. Ежелгі адамдар орта ғасырлардың өзінде ақ негізгі кейіпкерлердің біріне айналған. Олардың бейнесі Европа әдебиеттерінде, монеталарда және тағы басқа жерлерде бейнеленген. Онда үстін түк басқан адам қолына ағаштан жасалған шоқпар ұстап тұрады. Ал кино дәуірі орнағаннан бастап, бұл стереотип тек нығаю үстінде болды. Ал қазіргі кезде осыған байланысты миллиондаған адамдар ежелгі адамдарды солай елестетеді. Бірақ мұндай қарулар археологиялық зерттеулер кезінде еш жерден табылмаған. Зерттеулер кезінде табылған қарулар үшкіртастар мен қашаулар және найза. Сондықтан бұл ақпараттың рас немесе өтірік екендігін тек болжаммен ғана айта аламыз. Барлық ежелгі адамдар үңгірде өмір сүрген. 19-20 ғасырларда ежелгі адамдардың қалдықтары шынымен де үңгірлерден табылған. Сонымен қатар үңгірлерден ежелгі адамдар қалдырған таңбалар мен суреттер де табылды. Бірақ бұл адамдардың қалдығы, ол адамдардың онда өмір сүретіндігінің 100% дәлелі емес. Себебі олардың кейбіреулерін онда жерлеулері мүмкін, кейбіреулерін жыртқыштар алып кеткен. Ал ең басты дәлел Кения, Танзания, Заир өңірлерінен табылған ашық жерлердегі қоныстар. Бұл дәлелдер барлық адамдардың үңгір адамдары болмағандығын көрсетеді. Папуастар, тасмандықтар, австралиялықтар, негрлер, европалықтарға қарағанда ежелгі адамдарға жақын. Осылай ойлайтын адамдардың негізгі айтатын дәлелдемелері бұл халықтардың жақтары маймылдардыкіндей шығыңқы, танауы кең, ми көлемі кіші, ұзын қолдар. Ал негізінен олар әлі күнге дейін тас ғасырындағыдай өмір сүреді. Бірақ негізінен барлық адам өзінен осындай белгілерді таба алады және барлық адамның ежелгі адамдардан қашықтығы бірдей. Адам маймылдан пайда болған жоқ. Адам мен маймылдың ортақ арғы атасы бар. Негізінен бұл айтылғанды белгілі бір дәрежеде дұрыс деп санауға болады. Бірақ сол адам мен маймылдың ортақ арғы атасы деп отырғанымыздың өзі маймылдар. Палеонтологиялық деректерге сүйенсек, осыдан 7 миллион жыл бұрын адам шимпанзеден бөлінді. Ал адам мен шимпанзенің, горилланың ортақ арғы атасы осыдан 10 миллион жыл бұрын өмір сүрген, және де олар 100% маймылдар болған. Ал адам тәріздес маймылдардың арғы атасы осыдан 25 миллион жыл бұрын өмір сүрген уруквапитек те 100% маймыл болған. Дарвин өмірінің соңғы сәттерінде өз теориясын терістеді. 1915 жылы Элизабет Холл есімді әйел науқас Дарвинге барғанда, оның қолынан Библия кітабын ұстап отырғанын көргенін. Ал Дарвин жас болып, жастықтан ағаттықпен осындай ойлар туғызғандығын айтқанын жазды. Бірақ бұл оқиға ешқандай фактілермен дәлелденбеген. Дарвин өлім алдында өзі жазған өз өмір баянында өмірге деген көзқарасын өзгерткендігі туралы бірде бір сөз болған емес.